6-шы нұсқаның 8-ші есебінде АБЦ төртбұрышы шеңберге іштей сызылған дейді. Яғни шеңбер берілген және осы шеңбердің ішіне сызылған қандай бір төртбұрыш берілген. А, Б, С, Д. Қандай төртбұрышқа сырттай шеңбер сызуға болады? Егер А бұрышы мен С бұрышының қосындысы Б бұрышы мен Д бұрышының қосындысына тең болса, яғни егер төртбұрыштың қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы тең болса, онда бұндай төртбұрыштарға сырттай шеңбер сызуға болады. Басқа жағдайда, яғни мынау екі бұрыштың және мынау екі бұрыштың қосындысы тең болмайтын жағдайларда төртбұрыштарға сырттай шеңбер сызуға болмайды. Енді төртбұрыштың барлық бұрыштарының қосындысы 360 градус екен белгілі. Ондай болса, сырттай шеңбер сызуға болатын төртбұрыштардың қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болатындығы осы жерден шығады. Яғни бұрыш А қосылған бұрыш С тең бұрыш Б қосылған бұрыш Д тең 180 градус. Былайша айтқанда, егер төртбұрыштың, дөңес төртбұрыштың қандай бір екі қарама-қарсы бұрышының қосындысы 180 градус болса, онда оған сырттай шеңбер сызуға болады екен. Өйткені қалған екі бұрышының қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы да 180 болады. Енді бізде бұлай дейді. А, Б, С, Д есепте. А, Б, С, Д төрт бұрышы шеңберде іші сызылған. А, Б, С бұрышы, бұрыш А, Б, С 120 градусқа тең. Бұрыш С, А, Д 83 градусқа тең деген. Бізге А, Б, Д бұрышын табу керек. А, Б, Д бұрышын табу керек. Сонда мынау А, Б, С бұрышы 120 градус. С, А, Д бұрышы, мынау С, А, Д бұрышы 83 градус. Мынау 120 градус. А, Б, Д бұрышын табу керек. А, Б, Д бұрышын. Бізге мынау бұрышты не істеу керек? Табу керек. Бізде мынау нәрсе белгілі. Енді қараңдар. Мынау Б бұрышы, төрт бұрыштың Б бұрышы 120 градус. Оған сырттай сызылған шеңбер бар болатын болса, онда Д бұрышы мен Б бұрышының қосындысы 180 градус болу керек. Егер бұрыш Б 120 градус болса, онда оған 60 градус қоссам ғана 180 болады ол. Яғни бұрыш А, Д, С тең 180 градус алынған 120 градус тең 60 градусқа. Біз бұдан Д бұрышын таптық. Үш бұрыш А, С, Д-ны қарастырайық. А, С, Д үш бұрышында бізде А бұрышы 83 градус, Д бұрышын біз жаңа таптық 60 градус. Онда С бұрышын табу үшін біз 180-нен осы 83 градус пен 60 градустың қосындысын алып тастаймыз. Бұдан 37 градусқа тең болатындығы шығады. Тексеріп көрейік. 120, 40, 37 градус. Енді мынандай нәрсеге қараймыз. Бізге негізінде А, Б, Д бұрышын табу. А-ды хорда. А-ды хордасына А, Б, Д бұрышы да, А, С, Д бұрышы да тіреліп тұр. Іштей сызылған, шеңберге іштей сызылған бұрыштар. Негізінде бір хордаға тірелетін шеңберге іштей сызылған бұрыштардың барлығы бір-біріне тең болады. Ондай болса А бұрыш А, Б, Д тең бұрыш А, С, Д-ға, ал А, С, Д бұрышы бізде 37 градусқа тең. Сонымен есеп жауабы 37 градус болады.